Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мұрагері болған адам ертең қияметте білесіздер, дәрежесі де, деңгейі де соған жараса болады. Мүмкін қиыншылығы да болатын шығар, мүмкін оқу кезінде болсын, яки болмаса оқуды бітіргеннен кейін ел жұрттың арасында болсын, материалдық жағдайы жақтан болсын, қиыншылықта орын алуы мүмкін. Ешкім айтпайды, діни тәлім тәрбие алған адам ертең жағдайын бес қылып жасап алып, астына ең жақсы жаңа шыққан көліктерді мініп алып, жайлы үйлерде тұрасың деп ешкім сізге кепілдік бермейді. Білесіздер. Бірақ бұл берекелі ғылымда. Мысалы, тарихта Яхия ибн Маин деген ғалым өткен. Сол кісі әкесінен 1 миллион алтын теңге мирасқа қалған екен. 1 миллион алтын теңге. Қазіргі немен айтқан кезде бір 50-60 миллион долларлық байлық мирасқа қалған. Сол кісі 25 жыл ма, 30 жыл ма білімді талап етіп жүріп, сол ақшаны шетінен жарата береді. Айтады, ақыр соңында кейбір жерлерде ішерге су таппастан, анау дәретімді, зәрімді ішуге мәжбүр болдым дейді. 3 рет зәрімді ішуге мәжбүр болдым дейді. Жолда жүрген кезде. Не үшін оның барлығы? Не үшін сонша құрбандықтар? Не үшін сонша қиналулар? Не үшін? Неге? Өйткені мына дүние білесіздер, өткінші өмір. Дұрыс, момын мұсылман адам осы дүниеде де жақсы өмір сүруге талпынады. Бірақ біздің таңдаған жолымыз, біздің таңдаған бағытымыз бұл адамдарды қараңғылықтан жарыққа шығару. Қанша адамдар харам істерді емін-еркін істейді. Харам істер емін-еркін істеліне бергеннен кейін оларға әдетке айналып кеткенде, бір адам харам іс істемесе ерсі көрінетіндей жағдайға барып қалды. Бір адам харам іс істемесе ерсі көрінетіндей жағдай. Мәселен, жас жігіт намазға жығылса айтады, мынаға не жетпейді дейді. Жүрмейді ма жас кезінде? Қыздарға бармайды ма? Арағын ішпейді ма? Қартайғаннан кейін оқиды ғой дейді. Көрдіңіздер ме? Қоғамда осылай айналыса беретін болса, харам істер адамдарға ерсі көрінбей қалар екен. Мынау Алла Тағала Құранда айтады: «Кәллә бәл рана аля құлубихим мә кәну яксибун» дейді. Жоқ, олай емес. Істеп жатқан күнәлары себепті олардың жүректері мөрленіп қойылған дейді. Жүрек мөрленсе қандай болады десе, адамның жүрегі мөрленетін болса, харам істі халал сияқты көреді дейді. Халал істі харам сияқты көреді дейді. Қарашы. Анау таразысы ауысып болады да. Бір адам арақ ішпесе оған бір ерсі көрінеді. Бір адам ойнас жасамаса оған ерсі көрінеді. Мен осындай жағдайға барады. Құдай сақтасын.